Кайрылы күн достар, сіздерге өте дәмді, ерекше тағамдарын көрсететін боламыз. Яғни майда қуырылған ерекше дәмді тағам. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шықты. Ең алдымен ішіндегі салмасын дайындап алатын боламыз. Ең бірінші бізге пияз керек. Пиязды 4 бұрыш етіп турап аламыз. Мінекей достар, картопты және де асқабақты осылай видеоға қарап 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Одан кейін қызып тұрған майға барлығына жақсылап қуырып алып пісіріп алатын боламыз. Достар, жақсылап араластырып болған соң, үстіне тұз, бұрыш, өзіңіздің кез келген приправаларды қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, үстін жауып, құтырып қоятын боламыз. Достар, біздің начинкамыз піскенге дейін біз қамыр дайындайтын боламыз. Бізге 1 стакан жылы су, және оның үстінен 2 ас қасық қаймақ керек болады. Жақсылап араластырып аламыз. Және де оның үстінен 1,5 чайный ложка тұзымызды қосамыз. 2 чайный ложка қантымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Және де 2 тал
жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ерген сармайымызды ерітіп үстінен құйып жібересіздер. Мінекей достар, разготель қосып жібереміз, және де жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Яғни қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болуы керек. Достар, видеоға қарап қамырымызды осылай жайып аламыз. Жайған қамырларымызды дөңгелек етіп бөліп аласыздар. Мінекей достар, ішіне салманы салып алдық. Енді осылай басып алып, үстінен зубочистканы тігетін боламыз. Осылай қамырымызға тығып алып, осылай тігетін боламыз. Барлығын видеоға қарап жасаңыздар. Осылай барлығын осылай етіп жасап аласыздар да. Бұдан кейін қызып тұрған майға қып-қызыл етіп қуырып аласыздар.
Достар, біздің қуырылған ерекше бір дәмді тағамымыз дайын болды. Осылай соңында мына зубочисткалардың бәрін алып тастайтын боласыздар. Мінекей достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.